назар аударыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Сауда және интеграция министрлігі әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасы төмендегенін айтып халықты қуантты. 3 аптадан бері бағалар түсіп жатыр екен. 6 түрлі өнім екен. Қарақұмық 1,3%, картоп 0,7%, пияз 0,3%, қант 0,8%. Одан бөлек сәбіз бен қырыққабатта арзандапты. Ал 3 өңірде Алматы қаласы, Шығыс Қазақстан, Алматы облыстары күнбағыс майының бағасы төмендепті 1,1%-ға. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Және де осы бейнені көптеген достарыңызға жіберіп, бейне астындағы бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.